Алғаш рет ағымдағы жылы денсаулық сақтау министрлігі менен болашақ аналарға арналған аналар саулығы бағдарламасы бекітілді. Осы бағдарламаның аясында жүктілікке дайындау және 12 түрлі тексерістен өту үшін 5 миллиард теңге бөлінді. Өткен жылы барлық 20 өңірде 22 облыстық перинаталдық орталықтар базасында ұрықты қорғау орталықтары құрылды және медициналық көмектің қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында бір күндік клиникалар ашылды. 100 мыңнан астам жүкті әйелдер 500 мың тексеруден тегін өтіп, ұрықтың туа біткен кемістігін ерте анықтау көрсеткіші 13%-ға өсті. Биылғы жылдан бастап медициналық санитариялық алғашқы көмек деңгейінде педиатриялық бөлімшелер ашылуда. 100 даму және ерте араласу орталығы ұйымдастырылуда. 3 жасқа дейінгі балаларға жүйелі бақылау және мультидисциплинарлық диагностика жүргізу жолға қойылуда. Биылғы жылы елімізде салауатты ана пансионаттары ашылуда. Олар жоғары қауіп тобына жататын жүкті әйелдерді елді мекендерден алдын ала ауруханаға жатқызу және шалғай ауылдық елді мекендерден келген босанудың қаупі жоғары әйелдерді оңалту үшін қызмет етеді.